Олай болса балдар, бірінші топқа бөлініп алайық. Тақтаға келіп, мына жерден жебе аламыз. Артында бірінші, екінші, үшінші топқа жылдам орнымызға отырамыз. Үйренеміз бөле оқушылар. Тәресінде алып. Біріншіден, балдар, өздерінің ортада топ басшысын сайлап ала қойды. Және алдарында парақшаға бағалау парақтары, сол топ басшы ала қоямыз. Отырып алып бабалығымыз мұқият. Жақсылап. Ал балдар, жалпы біздің ақпан айы. Ақпан айының дәйек сөзі жасампаздық пен жаңашылдық айы. Екінші апта шығармашыл бала, ойлы бала. Ал балдар, бүгін біз сіздердің шығармашыл, ойлы, дарынды екендеріңізді сабақ барысында көреміз. Үйге қандай тапсырма берілді? Кім айтады? Қандай тақырып берілді? Түрік империясының мұрагерлері. Түрік империясының мұрагерлері. Иә. Оқыдық қой барлығымыз, иә? Қазір сіздерге орталық платформасы арқылы дұрысын тап әдісі бойынша сұрақтар қоямын. Мұқият нақты жауап береміз. Ал тақтаға қараймыз барлығымыз. Шуламаймыз, қол көтереміз. Бірінші топтар. Мерей. 9. Сұрақ оқимыз. Ұйғыр қағандығы қанша тайпаға бөлінді? Жауабы А. 9. Ал, тексерейік. Өте жақсы. Келесі. Екінші топтар. Ал. Айнан. 680 жылдың бас кезінде олар қандай хан құрамына кірді? С. Екінші топ қағандығы. Ал, тексеріп көрейік. Өте жақсы. Үшінші топтар. Бағдәулет. Сұрақты оқимыз. Сүйі басшы, әскер басшысы деп аталады. Жарайсын. Бағалап отырамыз. Бірінші топтар. Селжықтар. Селжықтар деген кімдер? Оғыз тайпаларының бірі. Оғыз тайпаларының бірі. Өте жақсы. Келесі. Екінші. Ал, Айсұлу. Оғыздар мемлекетінің басшысы кім? Басында кімдер тұрды? Қаған. Қаған. Тексеріп көрейік, балдар. Дұрыс емес. Көмектесіп жіберейікші. Айгүл. Жабу. Келесі. Үшінші топтан. Кім жауап береді? Нұрбол. 9-шы ғасырдың бас кезінде оғыздар қарлықтар мен қимақтармен одақтасып кімдерді талқандады? Печенектерді. Ал, тексеріп көрейік. Өте жақсы. Бағалаймыз. Топ басшылары. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Үйге берген тапсырманы жақсы меңгеріппіз. Ал, олай болса, балдар, тақтаға назар аударайықшы. Жалпы бізде өтіп жатқан тарауымыз түрік империялар, балдар. Жалпы тақтаға не көріп тұрмыз? Кімнің суреті? Қандай? Шыңғысхан және Шыңғысханның тақырыбымыз бүгінгі Шыңғысхан және оның мұрагерлері. Жалпы балдар, оқу бағдарламасының сәйкес оқу мақсаттары бірінші 13-1-2 Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, 13-2-4 мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттеу, 13-2-5 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердің геосаяси белсенділігін сипаттау арқылы олардың Евразиядағы тарихи процестердің барысына әсер ету дәрежесін анықтау. Сонымен қатар бағалау критерийлері, яғни Қазақстанда мемлекеттің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіре алады, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттей алады, 13-15 ғасырлардағы мемлекеттің геосаяси белсенділігін сипаттай
арқылы олардың Евразиядағы тарихи процестердің барысына әсер ету ережесін анықтай алады. Жалпы балдар Моңғол империясының құрылуы жалпы Темүжіннің тікелей байланысты. Ұлы ханның есімі Темүжін, яғни Есугей батырдың ұлы болып есептеледі. Туған жері Монғолияның Кендітау аймағындағы Онон өзен жағасынан Болдың жерінде орналасқан. Сонымен қатар Темүжін 9 жасқа дейін әкесі татарлар қолынан қаза табады. Яғни ол өзі кішкентай кезінен өте көптеген қиындықтар көреді балдар. Сонымен қатар 1206 жылы Онон мен Керулен өзені жағасына өткізілген Темүжінді жақтайтын көш моңғолдар Қазақстан жерін жаулап алуы мен Темүжінді хан сайлайды балдар. Сонымен қатар жалпы Темүжіннің 4 баласы болады. Яғни бізде тұңғышы Жошы хан, бірінші топты Жошы ұлысы деп сол үшін атадым. Екіншісі Шағатай ұлысы, Шағатай ұлы, үшінші Өгеудей ұлы, сонымен қатар төртінші Төле. Сонымен қатар Шыңғыс ханның негізгі өзінің жасақтарын Шыңғыс ханды басқаратын, қорғайтын Кешіктен деп атайды балдар. Сонымен қатар жалпы бізде тарихта Моңғол шапқыншылығы кезінде жаңа 4 ұлысты айттық қой балдар. Яғни Қазақстан Республикасы қазіргі таңда территориясы, сонымен қатар мына жерде солтүстік жағын Жошы ұлысы, сонымен қатар шығысын Өгедей ұлысы, Шағатай ұлысы, Моңғолстанды Төле ұлысына беріледі балдар. Енді назарларыңызды бейне таспаға аударыңыздар. 12 ғасырдың басында қазіргі қазақ даласының басым көпшілік аумағы соғыс пен тартысқа бой алдырған еді. Бір замандары алып империя болған ұлы мемлекеттің ұрпақтары мемлекет пен тақ мұрагерлігіне таласып, көп бөліктерге бөлініп, өзара соғыс пен алауыздықтың жолына түскен еді. Шыңғыс хан 1168 Тышқан жылына сәйкес келетін жылы өзінің әкесі Жесугейден айырылып жетім қалады. Бұл кезде Шыңғыс ханның жасы 13-те болатын және бұл уақытта оның әулеті мен Тайжу рулары арасында шайқас орын алған еді. Шыңғыс хан қолына қару алып шайқасқа жарайтын жігіт болғанша, олардың жағдайы өте нашар болды. Тайжу руының басшылары Шыңғыс ханның аталас туысқаны болып келетін және оның әкесі Жесугей бахадыр тірі кезінде өздерінің Жесугейге деген көреалмаушылықтарын жасырын сақтайтын. Ал Жесугей бахадыр қайтыс болғаннан кейін олардың дұшпандығы ашық жария болды. Міне осындай қиын заман туындағанда Шыңғыс ханның анасы Қоңырат руының қызы Уалын Иқа жауға қарсы қолына қару алып Шыңғыс ханды тақ мұрагерлігіне қарай жетеледі. Бұл күресте оған жалайыр рулары қатты көмектесті. Шыңғыс хан ер жетіп есейгеннен кейін айналадағы туысқан руларды біріктіруге кірісті. Ол алдымен Тайжу рулары мен Екерес руларымен бірігіп алған Жамұқа шешенмен соғысып, оларды өзіне қосты. Сондай-ақ олардың арасында Қоралас руы, Ұрып пен Нұяқын руы, Аурулық пен Байырут рулары, Жүрят руы сияқты қауымдар да бар еді. Одан кейін сол аралықты жақын маңдағы ру тайпаларды бағындырып біріктірді. Одан кейін Шыңғыс хан Найман қауымын өзіне біріктірумен айналысты. Ол кезде Наймандардың басшысы Таян хан болатын. Сөйтіп ақыры соңында Таян ханды толықтай жеңіп, Найман қауымы мен оған қарайтын басқа да руларды біріктіріп, қуатты мемлекетті қайта қалпына келтірді. Шыңғыс хан Таян ханды толықтай жеңіп, мемлекеттің біртұтастығын қалпына келтіргеннен кейін 9 аяқты ақ күйіз үй тігіп үлкен құрылтай жасады. Сөйтіп оны халқы ақ күйізге көтеріп, Теміршін деген атын бұзып, Шыңғыс хан деген ұлы мақамды дәрежені бекітті. Бұл мақамды оған ұсынған Қоңырат руының тумасы Көкеші болатын. Оны және тік тәңірі деп те атайтын. Сол уақыттан бастап Шыңғыс хан атауы оған түбегейлі бекітілді. Одан кейін Шыңғыс хан Таңқұт деп те атайтын Қашын уәлаятына жорық жасап, ол жақты да бағындырды. Сөйтіп мемлекеттің ішіндегі бүлікшілерді тәртіпке келтірумен айналысты. Таян ханның жеңілісінен кейін оның баласы Күшлік өзінің жақтастарымен Шыңғыс ханға қарсы соғыс жүргізді. Одан кейін Таян ханның баласы Күшліктің жақтастарын талқандау үшін Шыңғыс хан Ұранқай руынан шыққан Сүбетай бахадырды оған қарсы жіберді. Жақсы балдар, оқулықтан мәтінді оқимыз. 3 минут уақыт берем және қосымша мәліметтер бар алдарыңызда. Солармен танысыңыз. Уақыт аяқталып қалды. Ал бейнетаспадан көргеніңіз бар, ненің айтқаным бар,
оқулықтағы қосымша мәліметтерді пайдалана отырып, бірінші топқа жошы ұлысы, яғни Шыңғыс ханның моңғол тайпаларын біріктіру туралы, екінші топқа Шағатай ұлысына Моңғол империясының мемлекеттік құрылысын, үшінші топқа Моңғол империясындағы жоғарғы билік тұжырымдамасы, яғни Евразияда тарихи процестің барысына әсер ету туралы, яғни постер жасаймыз, постерді қорғаймыз. Сіздерге берілетін уақыт жасаймыз. Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата алла. Шығамыз, тоқтатамыз балдар. Барлығымыз бірдей тоқтатамыз. Тоқтатып қоя. Бірінші топ. Бірінші топтан кім қорғайды? Келе аламыздар. Мұқият тыңдаймыз. Қазір бағалаймыз бір-бірімізді. Ал мұқият тыңдаймыз. Сұрақтар болып жатса қоюға болады. Жошы хан. Жошы хан Шыңғыс ханның ең үлкен ұлы, моңғолдардың қолбасшысы болып табылады. Жошы хан Шыңғыс хан өз ерлерден алды, оның шапқыншылықпен жаулап алған жерлерін 4 ұлына бөліп береді. Соның ішінде Жошы ханға бұл Қазақстан шекарасы болса, Жошы хан осы жерлерді, яғни аумағы ертістен Оралтауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал маңын, солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы, бүкіл шығыс дешті қыпшақтар осы баласы Жошы ханға бөліп береді. Екінші топ. Бізге берілген Шағатай ұлысын және оның құрылысы, яғни ода ұлы хан яса, жазбаша құқықтық нормалар мен заң ережелері, және ол ұлы хан мемлекет басшысы ретінде әскери заңды да шығарды, және осылардың арқасында құрылтай құрылды, яғни ол ірі әскери мәселелерді және ішкі саясат, ұрпақтар арасында өкілеттікті бөлу мәселелері құрылтайда шешілді. Отыралар. Келесі, үшінші топ. Шыңғыс ханның әкесінде хан атағы болған жоқ еді. Содан кейін Темучиннің хан атағына құқығын негіздеу мақсатымен оның әкесі Есугей қағанның жиенінде хан атағы болды деген аңыз шығарылды. Одан кейін осы дүниежүзілік империя құрылғаннан кейін осы Шыңғыс ханның басқару жүйесінде әртүрлі мәселелер туындай бастады. Және де осы Шыңғыс ханның жердегі империяны басқаруы көптің қалауы деген идеяда туындады. Осы идея ол бүкіл моңғол мемлекетінің ресми идеологиясына айналды. Сонымен қатар осы Шыңғыс ханның империяны басқаруы ол жеңістерге жетіп келді. Осы жеңістерге жеткен Шыңғыс хан өзі және өз халқының Құдайдың құдіретімен көк тәңірінің, яғни аспанның қамқорлығында деп санады. Және де осыған оның бүкіл қол астындағылар да сенді. Сонымен қатар осы көктің қалауы деген идея осы ұлы моңғол империясының жалпы идеологиясына, ресми түрде идеологиясына айналды. Осы идеология бойынша осы Шыңғыс ханның мұрагерлері қызмет етті. Одан кейін осы идеологияда осы Шыңғыс ханның мұрагерлерінің осы дүние жүзіндегі басқаруының мығымастығы және де олардың басқа халықтарды басқару жүйесі жарияланады. Ал бірінші топта. Үшінші топ. Бағалап жүріңіз. Содандар. Ал, әсем айтыңыз. 8 ба? Шыңғыс ханның моңғол тайпаларын біріктіруін айтты. Айтты ма? Жарайсыздар. 8. 9 ба? Жақсы. Екінші топта. Бірінші топ бағаланды, жылдам. 10. Өте жақсы. Ал, үшінші топта екінші топ алайды. 10. Өте жақсы балдар. Жарайсыздар. Келесі. Ал, балдар, алдарында кітапты жабамыз. Кітапты жауап алыңдар. Кесім карта бар. Жаңа неге айтылды. Бейне тасқаны да айтылды. Кесім картаны аламыз. Сендерге шпаргалды болып қалыңыздар. Сонымен қатар жерден жұмыс жасаймыз, әр оқушы.
топқашылары. Мына жерде топқашылардың бөлек ойыны болады. Bir top. Her toptan bir okuşuşma болады. Topqашылары. Ал сендер орындарында жасайсыздар. Яғни тарихи танымды қойып, биыл біз 10-шы сыныппыз, келесі жылы 11-міз, Құдай қаласа. Ұлттық бірыңғай тестке дайындалу мақсатында не орны қаламайды? Яғни бұл жерде барлық біздің тарихи ойындар бар, бірақ енді біз тақырыбымызға ғана байланысты сұрақтарды аламыз. Моңғолдық кезінде. Сұрақ толды. Так, сұрақ. Моңғолдарға қарсылық көрсетпей берілген қала. Баласағұн. Өте жақсы. 1. Моңғолдарда ең жоғарғы билік органы. Құрылтай. Құрылтай. Өте жақсы. Келесі. Жол жүрекс. Кентұға Шыңғысханға жыр атқатының өлеңін хабарлады. Ұлы жошының. Ұлы жошының. Жарайсыздар. Келесі кім жүрсін? Әркім өз орындайды балдар. Аяқтадыңдар ма? Жарайсыздар. Ал балдар, келесі тапсырма. Бізде жұптық жұмыс. Топ жинаймыз, кесіп қатын береді. Алдарында ТОПС әдісі бойынша, яғни Қазақстанда мемлекеттіктің қалыптасуының тарихи кезеңдеріне баға бересіңдер. 2 минут уақыт береді. Жұптасамыз. Ал. Айгүл, бастаймыз. Тоқтатамыз, балдар болды. Менің ойымша Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына Моңғол империясы маңызды орын алды. Себебі оның әкімшілік басқару жүйесі қазақ хандығының құруына ықпал етті. Жақсы. Ал. Нұрдәулет, сен оқышы. Біздің ойымызша Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуында Моңғол империясы маңызды орын алды. Жақсы. Келесі, Арнұр. Моңғол империясы Қазақстан аумағында біртұтас басқару жүйесі орын алды. Жарайсыңдар балдар. Екі империяның мемлекеттік құрылысындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды көрсетіңдер. Яғни 122-ші бетте кесте бар балдар. Соны дәптерге жазып келеміз. Өте жақсы балдар. Үй тапсырмасын алдық. Торсыққа барып, егерде маған